Қазақта жас баланы, мал төлдерін, шайқалған егінді, әдемі үйде көргенде тіл көзім тасқа деп жатады. Мұның себебі не? Не үшін тілім темірге, далаға, құмға, аспанға, суға емес тасқа? Бәлкім мұның сыры мынау болар. Әдетте бабаларымыз балаға тіл сұқ тимесін деп тұмар тағатын болған. Мұны кейінгі кезде Аллаға серік қосып діни шолақ белсенділер безілдеп жүр. Алайда мұның астарында дін ілімі жатқанын ескере бермейміз. Оның үстіне халық та тұмардан жәрдем сұрап кетті. Ал негізінде тұмар екі түрлі болып жасалады. Бірі молдаларға, көзі қарақта діни сауатты ақсақалдарға, дін ілім иелеріне Құран аяттарынан дұға жаздырып алып тағатын тұмар. Екіншісі сол дұғаны қара тасқа оқытып тағатын тұмар түрі. Діни ілім игергендердің неліктен дұғаны тек тасқа оқитыны әзірге беймәлім. Кереғар пікірлері толы. Сондықтан оны әрі қарай талдауға асықпайық. Ал тіл көздің дұғасын қара тасқа отырғызған ілім иелері оны баланың мойнына тағып қоюды тапсырады. Егер біреудің тілі мен көзі өтіп жатса балаға емес әлгі тасқа тиіп Алланың құдіретімен тас үгітіліп кетеді, не қақ жарылады дейді. Көзмоншақтың да шығу тегі сол еді. Қазақта тілім тасқа деген сөз содан шыққан шығар. Бірақ бұл тіл көзден қорғанудың балаларға ғана арналған бір жолы. Болмаса баланы қазақ дұға оқып дем салу арқылы ғана қорғаған. Біздің мақсат тасқа дұға оқып оны тұмар етіп тағуды насихаттау емес, өз тіркеніне саяхат ғана.